Яғни сен өзің мақсат қойып мақсатыңа қарай жүрмесең, сен біреудің мақсатын орындау үшін өмір сүресің. Уақытты қалай берекелі қолға болады? Тағы бір үлкен қателіктің бірі жоспарлаудағы біз шамамыз келмейтін нәрсені де жоспарлап аламыз. Яғни ойладым, ойлап жүрмін, ойымда тұр деген нәрсенің барлығы қағазға түспейінше ол біздің энергиямызды жеп тұрады. Ойым босап қалды кәдімгідей. Жоқ дейін десек, бізде не жоқ? Өзіміздің жоспарымыз жоқ. Өзіміздің мақсатымыз жоқ. Сол үшін басқалары бізді өзінің мақсатына қарай қолданып кетеді. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті көрермендер, бүгінгі кезекті сұрада біл жобасының құрметті қонағы Айнұр ұстаз, қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Сіздің келгеніңізді көп күттік. Қуаныштымыз өте қатты. Уақыт арнап келгеніңізге көп рахмет. Уақыттың қадірі демекші, соңғы уақытта көп айтылатын бір түйткіл болып тұр. Яғни қазіргі күндері уақыт бұрынғыдан да қатты жылдам өтіп жатқандай. Тіпті тәулікте, мысалы, жұмыста жүрікте 24 сағатымыз бір күнімізге жетпей жатыр деп айтады. Бұл тек қарбаласқан түскен адамдардың сезімі ме, әлде бәрімізді байқап жүрген бір құбылыс па? Шақырғандарыңызға рахмет, Алла разы болсын. Жалпы енді уақытқа қатысты, бүгінгі күні өзімізде оны байқап жатырмыз, сондай-ақ басқа кісілерден де естіп жатырмыз, уақыттың тез өтіп жатқандығы. Өзіміз шыны керек жұмыста бір жұма күні демаламыз ғой, сенбі жексенбі ғой деген кезде келесі жұма болып қалғандығын байқамай қалып жатырмыз. Енді бұл жерде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде келеді, жалпы қиямет жақындаған сайын уақыттың осылай тез өтетіндігі. Тек қана бұл жерде шығатын бір жол ғана бар, ол әрине уақыттың берекесін кіргізу және уақыттың берекесін кіргізетін амалдармен айналысу. Себебі баршамызға бірдей уақыт беріледі, алайда ол тіпті берекесіз болғанда одан да 2 есе, 4 есе не істей береді, тез өте береді. Сондықтан да бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйретіп кеткен уақыттың берекесін кіргізетін амалдармен айналысуымыз маңызды. Жалпы біздің ислам дінінде уақытқа өте мұқият мән беріледі. Алла Тағала Құран кәрімнің өзінде де бірнеше жерде, бірнеше аятта уақытпен ант еткен. Оның ішінде ләйл, яғни түнмен ант еткен, духа уақытымен ант еткен, күндізбен ант еткен аяттар бар. Сондай-ақ Алла Тағаланың Аср сүресі бар. Тіпті имам Шафиғи сол Аср сүресінде айтады ғой, иннал инсана лафи хуср, адамзат ол адам баласы қасіретте деп. Сонда неден қасірет деген кезде кейбір ғалымдарымыз айтады екен, уақыттан деп. Яғни уақыттын осылай дұрыс басқармағандықтан ол адам қасіретте болады. Көбісі осы уақыттан қасіретте болады деп айтқан екен. Сондықтан да бұл жерде уақыттың өтіп жатқандығы рас, бұл пайғамбарымыздың пайғамбарлығының да белгісі болып табылады. Алайда біз уақытты басқара алмаймыз, уақытты тоқтата алмаймыз, бірақ пайғамбарымыз үйреткендей өмірді сүру арқылы оны берекелете аламыз. Уақытты қалай берекелі қылуға болады? Немесе уақытты қалай дұрыс жоспарлайды? Сол сұрақ өте қатты маңызды жүреді өзіме де. Қалай дұрыс жоспарласа болады уақытты? Ең алдымен біз мына нәрсені түсінуіміз керек. Уақыт ол Алланың еншісінде болғандықтан, Алла Тағала оны жаратқандықтан, Алла Тағала белгілейтін болғандықтан, біз ең бірінші Алладан дұға етуіміз керек. Яғни күніміздің берекесін сұрап, жұмысымыздың берекесін сұрап, Алла Тағаладан бірінші біз нені сұрауымыз керек? Береке сұрауымыз керек. Екінші мәселе, бұл әрине пайғамбарымыздың сүннетіндегідей біз таңғы уақытқа мән беруіміз керек. Өйткені білесіз, пайғамбарымыздың өмірін оқыған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның таң намазына дейін түнгі намазды оқып, одан кейін таң намазын оқып, таң намазынан кейін отырып таңғы зікірлерді оқып, одан кейін барып кішкене күн шыққаннан кейін духа намазын оқып, сосын барып демалып, одан кейін тіршілігіне кірісетін болған. Яғни осы амалдар, таңғы уақыттар біздің уақытымызды берекелетеді екен. Сондай-ақ ең маңызды нәрселердің бірі бұл әрине уақытты жоспарлау. Бұл жерде уақытты жоспарлаған кезде де әркім өзінің күнделікті тіршілігіне қарай жоспарлайды. Мысалы, адам күнделікті өмірін бірнеше бөлікке бөлсе болады. Оның ішіне бірінші жеке өзіне міндетті түрде, бізде көбіне осы уақытты жеке өзімізге уақыт таба алмай жатамыз. Отбасымыз дейміз, жұмыс дейміз, бәріне уақыт табамыз да өзімізге уақыт таппай қаламыз. Сондықтан бірінші жеке өзіміздің құлшылығымызға, жеке өзімізбен қалып, өз-өзімізден есеп алуға, жеке өзіміздің дамуымызға күнделікті бізде уақыт бөлу маңызды.
Екіншіден, бұл әрине отбасылы кісілерге отбасына уақыт бөлу маңызды. Өйткені олсыз ешқалай болмайды. Себебі біз отбасымыздың алдындағы міндеттеріміз бар. Яғни мен ешкімге міндетті емеспін деп біз отбасымызды бір жаққа қойып, уақытымызды жүйелей алмаймыз. Үшіншіден, ол әрине біздің ризық іздеу деп айтсақ болады. Яғни жұмысымыз немесе тағы да басқа амалдарымыз деп айтсақ болады. Төртінші, ол Аллаға арналған уақыт. Бірақ ең қызығы осы біздің отбасымызға арнаған уақытымыз болсын, өзімізге арнаған уақытымыз болсын, ризық іздеуге арнаған уақытымыз болсын, оның барлығы бізде Алламен байланысты болу керек. Себебі сіз өзіңізге уақыт арнаймын екен деп ішіп, жаңағыдай қуып кетуге болмайды. Немесе отбасыма уақыт арнаймын екен деп, отбасымызға уақыт арнаймын деп, жеке өзіміздің құлшылығымызға кедергісін келтіруге болмайды. Сол сияқты ризық іздеу керек екен деп, таңнан кешке дейін тек жұмыс істеп, жұмысқа ғана уақыт бөліп, тағы да құлшылығымызды бір шетке қалдырып қоюға болмайды. Сондықтан да біздің осы үш бөлігімізде, егер Алламен байланысты болса, Алла Тағалаға ұнамды күйде болатын болса, жұмыс іздегенде біз адалынан іздеуге тырысатын болсақ, онда бұл не білдіреді? Біздің уақытымызды жүйелеуге алып келеді. Енді бүгінгі күні, мысалы, мен коучингті оқыдым өзім, сол жерде бізге уақытты жоспарлаудың неше түрлісін үйретеді, техникаларды үйретеді. Осы техникалардың ішінен әртүрлі жоспар құрудың да техникалары бар. Бірақ осы жерде біз не нәрсеге қарауымыз керек? Ол жоспар маған келе ма, келмей ма? Қай техника маған келеді, келмейді? Біз осыған қарай уақытымызды жоспарлаймыз. Ал енді уақыт жоспарлау үшін бізге өте маңызды нәрсе, ол не керек? Мақсат керек. Себебі мақсатсыз адам уақытын жоспарлай алмайды. Яғни мен таңда тұрған кезде, егер мен бүгін мысалы 5 істі бітіруім керек деген менде мақсат болса, онда мен сол 5 істі бітіретіндей мен не істеймін? Уақытын жоспарлаймын. Байқайсыз ба, егер біз мысалы мақсатсыз әйтеуір жұмысқа барып келуім керек деген сияқты, немесе бүгін демаламын деп жалпы айта салсақ, біз не демалып та үлгермейміз, не жұмысымызға барып басқа тірліктеріміз үлгермейміз деген сияқты. Сондықтан кемінде біз не істеуіміз керек? Мақсат болу керек. Ең болмағанда ол бір күндік. Бірақ ол әрине мақсаттардың өзі ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді болып бөлінеді. Одан кейін мақсаттардың өзі жаңа айлық, жылдық мақсаттар, айлық мақсаттар, күндік мақсаттар, яғни ол күндік мақсаттарымыздың өзі бізді жылдық мақсаттарымызға жеткізетіндей болу керек. Ол үшін жылдық мақсат болу керек. Мынандай ғой, бүгінгі күні біз жоспарды құрып аламыз да, кейде сол жоспарымызға бізге жететін күш қуат та болмай қалады. Неге? Өйткені біздің күш қуатымызды, энергия дейміз бүгінгі күні, ресурсымызды жейтін нәрселер көп. Оның бірі ой. Яғни ойладым, ойлап жүрмін, ойымда тұр деген нәрсенің барлығы қағазға түспейінше ол біздің энергиямызды жеп тұрады. Ойлаңызшы, сіз жыл бойы ойлап жүрмін, жылыңыз бітіп қалды. Енді жылыңыз бітіп бір нәрсе жасайын десеңіз, бәрі қайтадан ойыңызда тұр. Сондықтан ең бірінші бұл жерде не нәрсе жасау керек? Өткен жылды қорытындылау маңызды. Яғни қазір сіз өткен жылыңызды қорытындылайтын болсаңыз, сіз жаңа жылға дұрыс мақсат қоя аласыз. Өткен жылды қорытындылаған кезде де мен не нәрсе бітірдім, не нәрсені бітіре алмадым, және не нәрсені не үшін бітіре алмадым деген сұрақты да қою маңызды. Сол кезде біз 26 жылға жоспар құрған кезде бізде не болады? Нақтылық болады. Нақтылық өмірімізде жоқ кезде біз уақытты жоспарлау деген нәрсенің бәрі бекер болады. Сондықтан пайғамбарымыздың өзі саллаллаху алейхи уассалам жоспарлауды, мақсат қоюды, ол мақсатқа қадам жасап жүруді айтқан бізге. Және Алла Тағала Құран Кәрімде Нәжм сүресінде де айтады, адам баласына ұмтылған нәрсесі беріледі дейді. Енді сіз мына жерде ұмтылып жүрсіз, ойша, ой, анау, мынау деген сияқты. Бірақ ол не қағазға түспеген, не оны дұрыстап жоспарламасақ, нақты қадамдарды білмесек, онда біз қалай оған жетуіміз мүмкін. Сондықтан бұл жерде ең алдымен мақсат қою, мақсатқа сай жоспар құру, жоспарың болған кезде сен уақытың реттеледі. Ал ең бастысы ол не? Жаңағыдай ниет ету ғой. Өйткені біз көбіміз таңертең тұрып өзгеріп кететін сияқты ойлаймыз да, жоқ. Шын мәнінде өзгеріске жетіп жатқан адамдар, олар нақты мақсатпен жұмыс жасап жатқан адамдар. Ал қашан біз осылай нақты қадаммен, дұғамызбен, ниетімізбен, нақты қадамдармен, өйткені біздің дінімізде тек қана ниет еттің бәрі орындалып кетеді деген нәрсе жоқ. Қадамдарымыз нақты болу керек. Әсіресе әйел кісілердің, біз көбіне бала шаға дейміз, үй дейміз, осы кезде біз өзімізді жоғалтып алып жатамыз да. Сол себепті осындай нәрселер, яғни бұл стратегия ғой, былай айтқан кезде жүйе. Осы жүйемен біз егер жүретін болсақ, мысалы, бірінші өзгеруге ниет еттім, немесе уақытымды жоспарлауға ниет еттім, маған ол былай болса не керек? Ең алдымен білім керек.
біз кейде ой мен бәрін білем, курстардың не керегі бар деп жатамыз, алайда шын мәнінде кейде бізге уақытты жоспарлаудың курстарына қатысуға болады, немесе арнайы бір кітаптарды оқуға болады. Біз бір күнде сосын ғой бүгін мысалы біреу тыңдап алып подкастты ойлауы мүмкін, болды мен ертеңнен бастап уақытын жоспарлап өзгеріп кетемін деп. Бәрі бірден болмайды. Оған да кішкентай қадамдармен келеді. Сен былай айтқанда мақсатыңа жету үшін осы күнге дейін жеткізбеген мақсаттарыңнан, қадамдарынан бас тартуың керек болады. Қадамдарың өзгеру керек болады. Сен қадамдарың өзгерген кезде ғана сен яғни басқа жолды таңдап мен басқа жолмен жүрем деген кезде және соған сай қадам басқан кезде ғана сенде өзгерістер болады. Баяғы қадамдарды жасай беру арқылы, бір көшемен жүре беру арқылы сен басқа мекенжайға келмейтінің анық. Нұрмын Барақ қоры үлкен сауапты бастаманы университет құрылысын іске асыруда. Қазіргі 700 орындық ғимаратта 3300 шәкірт рухани және шариғи білім алуда. Салынып жатқан жаңа кешен 10 мың студентке арналған. Бұл білім ордасы Қазақстанның және үмметіміздің болашағына қызмет етіп, еліміздің руханиятын, дәстүрін сақтайтын білім ордасы. Мұнда ислам білімдермен қатар заманауи мамандықтарды үйретіледі. Қазіргі таңда 9 қабат толық көтеріліп, әлі жұмыстарын қарқынды жүріп жатыр. Құрылыстың аяқталуына аз ғана уақыт қалды. Ілімге салынған садақа жан дүниеңізге нұр, істеріңізге береке, болашағыңызға және ақыретіңізге үздіксіз сауап әкеледі. Сауапты іске өз үлестеріңізді қосу үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер. Сол орайда мысалы жазу керек деп жатсыз ғой. Мысалы мен уақытты жоспарлаған кезде мен жазамын. Бірақ именно сол жазған уақыттарда бір зеңе не болып тұрады. Мысалы минус көп болады дейінші. Минус өте көп болады. Істемедім деп сызып отырасың, жүрегің ауырады ол сызған кезде де. Мысалы таңғы уақытта тұрғаннан бастап минус болып бастайды. Яғни жатар кезде ғана одан да жазбай ақ қояйыншы дейсіз ғой. Менде сондай болады. Мысалы жазасын, бірақ тура сол жазғанына 180 градус басқа нәрсе орын алып тұрады. Яғни мысалы бүгін жүгірем дегенсінде азанда температура жоқ, тұра алмай қалуы мүмкін, немесе бүгін кітап оқиын дейсің бе, жиналыстарға қатысып кетуі мүмкін, сонда бір қарбаластар болады. Сол уақыттарда мен ойлап қоятын, ниетің сыналып жатыр ма, әлде сен өзің жоспарлай алмайсың ба деген сақ болады. Ақбілек ханым, қараңызшы, бұл жерде біріншіден тура осындай жағдай. Мен 5 жыл бұрын карантиннің алдында өзімше коучинг оқып, тұлғалық даму деген сабақтарға қатысып бастадым. Сол кезде маған да осылай жоспар құруды үйренеміз ғой, сол сабақтарда сол кезде дәл осылай көрінеді. Мен де дәл осылай, ой, мен жазсам қайта көп орындамай кетем деп мен тоқтатып қойған кездерімде болды. Бірақ Аллаға шүкір 5 жылдан бері мен қазір жазуды үйрендім, нақты мақсат қоюды үйрендім, тіпті соған арнап әдейі курста жасап жатырмын қазір, қатысып көрсеңіз болады деп. Енді бұл жерде айтқым келген нәрсе, не нәрсе? Ең алдымен қараңыз. Сіз жаңа айтып жатсыз ғой, кітап оқимын деген кезде жиналыс болып қалады деп. Сіз бір күн бұрын жиналыстың болатынын білмедіңіз бе? Иә. Солай болып қалады, мысалы спонтанность өте көп болады, мен жоспарлаған кезде. Бұл жерде мынадай мәселе де бар да, егер сен өз өміріңді жоспарламасаң, өзгелер сен үшін жоспарлайды деген нәрсе бар. Ауыр, бірақ бар. Яғни сен өзің мақсат қойып, мақсатыңа қарай жүрмесең, сен біреудің мақсатын орындау үшін өмір сүресің. Олай болса, сізді жиналысқа шақырған адам да, егер сіздің нақты мақсатыңыз, жоспармен жүретініңізді білсе, және сіз нақты жоспар, мақсатпен жүрген кезде де біреуге жоқ дей аласыз. Яғни айтасыз, мен бүгін бара алмаймын, мен өз жоспарларым бар, менде жиналысқа бара алмаймын деген секілді. Немесе алдын ала реттеңіздер, мен жоспарыма қосайын деген секілді. Көрдіңіз бе? Яғни біз кейде тіпті жоқ дей алмаймыз. Неге? Өйткені біз жоқ дейін десек, бізде не жоқ? Өзіміздің жоспарымыз жоқ. Өзіміздің мақсатымыз жоқ. Сол үшін басқалары бізді өзінің мақсатына қарай қолданып кетеді. Енді екінші мәселеге келсек, жазып алып, сосын барып, көп минус болады. Негізі бұл бізде күнде болып жатыр. Бірақ біз оны жазған кезде анық көзіміз жетті да. Өйткені қазір мен не дейміз, мен қарбалыстамын, мен үлгермей жатырмын, мен бір нәрсе деп біз қазір ауызбен айтамыз. Бірақ қазір мен сізге бір техниканы жасатсам, осы жерде енді оқырман болатын болса егерде, жай ғана бір техника, мысалы, әрине оған қағаз қалам керек болады. Жай ғана сіз үлгермей жатырмын дедіңіз. Мысалы, бүгін таңертең тұрдыңыз, бүгін үлгеру керек, үлгермеймін жатырмын дедіңіз. Істеу керек істеріңіз көп делік. Қазір осы бір ғана техниканы айта кетейін, жалпы ол матрица Эйзенхауэр деп айтылады, яғни Эйзенхауэрдің матрицасы. Ол жерде сен бүкіл өзің бірінші амалдарың жасайсың. Осы айға ма, ол 3 күндік па, өзің оны отырып істеу керек, әрине. Не істеу керек, істеу керек деп миыңызға тыныштық бермей жатқан нәрсені. Сосын соны 4-ке бөлесіз.
Ол жерде 4 таблицаға толтырасыз. Ол қалай? Бірінші сізде маңызды және шұғыл деген таблица болады. Мына сіздің жазғаныңыздың бәрінде маңызды және шұғылға қайсы жатады? Соған қосасыз. Екіншісі маңызды, бірақ шұғыл емес деген нәрсе болады. Оның ішіне мысалы намаз оқу маңызды ғой, иә? Бірақ 5 уақытта кірмеген кезде ол шұғылға жатпайды ғой. Көрдіңіз бе? Яғни ол соған кіреді. Келесісі бар, маңызды әрі шұғыл, маңызды емес, бірақ шұғыл деген нәрселер бар. Мысалы, сіз бір документ салып жіберуіңіз керек. Ол шұғыл, бірақ ол документ сіздікі болмауы мүмкін. Яғни ол маңызды біреу үшін, бірақ ол маңызды емес сіз үшін. Ол біреудің мәселесін шешейін деп тұр, ол бірақ шұғыл. Қазір документ салып жіберу керек. Үшінші бар, маңызды емес, шұғыл да емес. Ол жай демалу дейміз, бір нәрсе дейміз. Қашан енді осы таблицаны толтырған кезде сіз шын мәнінде өзіңіздің ақиқатыңызды көре аласыз, білесіз бе? Өйткені егер сізде маңызды әрі шұғыл көп болса, онда сіздің жоспарыңыз дұрыс емес. Өйткені сіздің өміріңізде бәрі маңызды, бәрі шұғыл болып кетеді. Ал адам олай өмір сүре алмайды. Ол адамда не істейді? Оның жоспары жоқ екендігін көрсетеді. Ол алдын ала календарға бөліп тастау керек еді, ол маңызды болса, ол шұғыл болса. Ал біз не істейміз? Бөлмейміз оны. Сондықтан ойымызда бәрі шұғыл сияқты, бәрі маңызды сияқты, ал ол не істейді? Адамды шаршатады. Жаңа минустарды көрген кезде ол адам самооценкасын түсіреді. Сондықтан да бұны бір жасайсыз, 2 жасайсыз, осылай жасап үйренген кезде сіздің плюстарыңыз көбейе бастайды. Содан кейін ең тағы бір үлкен қателіктің бірі жоспарлаудағы біз шамамыз келмейтін нәрсені де жоспарлап аламыз. Ол қалай? Мысалы, сіз білесіз, таңғы 8-ден кешкі 4-ге дейін немесе 6-ға дейін жұмыста болатыныңызды. Бірақ сол күнге сіз 125 тірлік жазып қоясыз. Мүмкін емес қой, ол сіздің күшіңіз жетпейді. Алла Тағаланың өзі бізге күшіміз жетпейтін нәрсені жүктемейді. Бірақ біз өз-өзімізге жүктеп аламыз да оны. Сондықтан да сіз жоспар құрған кезде, мысалы, жұмыста сіз өзіңіздің ісіңізбен кете алмайтын жұмыстар болса, олай болса жұмыстағы уақытыңыздан бөлек сіз өзіңізге жоспар құрасыз да сол жерде. Яғни сіз үйден жұмысқа 7-те шығу керексіз. Сіз 6:45-те оянасыз, көбіне. Не істейміз, соңғы минуттарға дейін оятқышты қайта-қайта өшіріп, жаңағыдай 7-де асығып, үсігіп шығамыз, Таң қалай басталады, күніміз солай өтеді, негізі біліңіз. Ал егер енді, мысалы, сіз осы жерде, мен айтпай қойым, 1,5 сағат ерте тұр деп, 15 минут немесе жарты сағат ерте тұрсаңыз, сіз жуынып та, шайынып та, таңғы асыңызды ішіп те, асықпай жүгірмей, не істей алатын едіңіз, жұмысқа шыға алатын едіңіз. Ол кезде сіздің күніңіздің бәрі солай өтетін еді. Көрдіңіз ба? Таң қалай басталады, негізі біздің күніміз солай өтеді. Таңғы ниетте сіз тұра салып, Threads немесе YouTube, білмеймін, Instagramды қарап кетсеңіз, сіз оянған кезде бәленің бәрі осы жерде дейді, ол айтқан сол жерден басталады. Сондықтан да мен айтар едім, тіпті егер таңда сіз будильникті өшірем деп телефон ұстап кететініңізді білсеңіз, ондай әдетіңіз бар екенін, онда телефонның будильник оятқышты кәдімгі сағат оятқышқа ауыстыру керек. Бұл да бір әдіс. Яғни сіз білесіз, қазір телефонды өшірем деп кіріп кететініңізді әлеуметтік желіге, олай болса сіз не істейсіз? Таңертең телефон ұстамаудан бастауды бізге. Ең біз үшін үлкен қазір жеңіс осы болайын деп тұр. Әрбір адам үшін. Неге? Өйткені біз ең үлкен проблемамыз сол. Телефонмен таңды бастаймыз, түнде телефонмен кеш батырамыз да. Осы бір ғана әдетті алып тастаудан бастаңызшы өміріңізде. Соның орнына сіз қағаз қаламаңызшы. Мысалы, таңертең тұрдыңыз, идея келді, жазып қойдыңыз. Кешке келдіңіз, ертең ананы істеу керек, жазып қойсаңыз болды. Ол істелей ме, істелмей маңызды емес, жазып қойсаңыз. Не істейді? Ми босайды, сіз ұйықтаған кезде шаршамай ұйықтайсыз. Ол кезде таңда тұру да оңай болады. Көрдіңіз ба? Бір-бірімен байланысты да, қазір сіз уақытты реттеу деп сұрақ қойыңыз мүмкін, бірақ оның өзіне қаншама нәрсе әсер етеді. Сол себепті таңды атыру. Өйткені сахабалардың өзінде мынадай әдет болған. Бүгінгі күнің қалай өтті деп сұраған кезде, олар таңғы уақытының қалай өткендігін айтатын болған ғой. Таңғы уақытының қалай өткендігі өйткені күніне әсер ететінін білгендіктен, күнің қалай өтті десе, таңын есіне түсіреді. Таңы жаңағы намазымен, құлшылығымен, өзіне арнаған уақытпен өтсе, таңым жақсы өтті дейтін болған. Сол себепті біз егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қойып берген жүйемен жүретін болсақ, жаңағы таңғы уақыт, одан кейінгі тірлік, одан кейінгі қайлуля ұйқысы бар, мысалы түскі уақыт, егер мүмкін болса 15 минут жаңа жұмыста отырып мызғып алу түскі ас уақытында, сол кезде бізде не болады? Нәтиже болады. Ең тағы да біздің әсіресе жастардың уақытын жегіш нәрселер, ол телефон, әлеуметтік желіден бөлек түнде ұйықтамау.
біреулердің түнде шабыттары ашылады, біреулерге міндетті болады. Жаңа әсіресе мына монтаж жасайтын кісілер, мен қанша нелермен сөйлесем, түнмен монтажда отырамыз дейді. Сосын күндіз ұйықтайды. Бұл не? Алла тағала жаратып берген заңдылықты біз теріс қаратқан кезде біздің өмірімізде хаос болады. Сондықтан осы нәрсенің бәрін сіз білім арқылы үйреніп, сосын жаңағыдай әдеттеріңізді ауыстырған кезде сізде уақытыңызда реттеледі. Сол жаңа техниканы ойлап қана мен ойым босап бастап отырмын. Мысалы 4-ке бөлген. Қазірдің өзіме ойлап 4-ке бөліп отырмын. Маңыздысы, маңызды емесі деген сияқты. Ең қызығы ол жерде маңызды емес, шұғыл емес нәрселер көбейіп кетеді. Олар бізде болмау керек та негізі. Өйткені ол біздің өмірімізді бос өткізетін нәрселер. Ойым босап қалды кәдімгідей. Жеңіліп қуаныштымын. Менің оқыған 5 жылдық коучингімнің бір пайдасын қазір көріп отырмын. Мен қатты қуанып отырмын. Мысалы менде жұмысқа келген кезде маған шынымен бәрі маңызды болып келеді. Мен жұмыс бітіремін дегенше қайғырып кетесің. Иә. Бәрі маңызды ма деген сияқты. Солай. Осы жұмыста мысалы қазір заманауи дүниенің қарбаласында осы әйел адамның парасатты, салиқалы мұсылман болуының шынайы орны қандай? Мысалы мен кейде ойлап қаламын, мына жұмыс менікі ме? Мен істеп жатқаным дұрыс па деген сияқты. Оның орны қалай болады? Негізі қалай жұмыс істеген абзалырақ? Әйел адамдарға қатысты сұрақ болатын болса, ең алдымен әйел адамға жұмыс істеу міндет емес. Осыны айтқым келеді. Неге? Өйткені енді шариғатқа келетін болсақ, әйел адамға Алла тағала жұмыс істеуді міндеткен жоқ. Өйткені егер оның жолдасы бар болса, оның жолдасының қамқорлығында болу керек. Жолдасы жоқ болып бойдақ қыз болатын сол әкесінің, ағаларының қамқорлығында болу керек. Бірақ бұл деген сөз әйел адамға жұмыс істеуге рұқсат емес деген нәрсені білдірмейді. Мен осы нәрсені айтып кетсем. Екіншіден, әйел адам егер жұмыс істеуді таңдаған болса, онда ол өз шамасын білу керек. Өйткені оның үйде бәрібір міндеттері бар. Сіз ол міндеттерді, бала шағаңыздың бәрін жылжытып қойып, тамақ істеу деген сияқты міндеттердің бәрін жылжытып қойып, сіз таңнан кешке дейін жұмыста да жүре алмайсыз. Немесе екеуіне де дайын болу керексіз. Жаңағыдай энергиясыз өмір сүруге әйтеуір. Стресс дейді, фоновый стресс деген термин бар, яғни сіз стрессте өмір сүресіз, ол сіз денсаулығыңыздан айырыласыз төменде. Үшіншіден, егер сіз жұмысқа кірдіңіз бе, онда ол жұмыстың өзі шариғатқа сай болу керек. Жаңа айтып жатсыз ғой, қалай біз салихалы, қалай біз парасатты бола аламыз деп. Мысалы, кейде жұмыста біз ер адамдармен жұмыс жасауымыз мүмкін, ер адамдармен әдеп деген қандай? Пайғамбарымыз ер адамдармен әдепті қалай ұстауды үйретті. Егер жұмыс ер адамдармен байланысты болса, өйткені парасаттылық, әдептілік деген нәрселердің барлығын біз пайғамбарымыздың бойынан үйрене аламыз. Біз оны басқа жақтан алып келіп үйрене алмаймыз. Себебі бүгінгі бар ғой дәрігерлер, я не врач, я не мужчина, я врач дейді ғой. Біз үшін ол ер адам. Сондықтан біз жұмыста ол қанша досымыз болуы мүмкін, 10 жыл достасқан, басқа білмеймін, бірге жұмыс істескен жаңағыдай жұмыстасымыз болуы мүмкін. Біз бәрібір әдептің шеңберінен ұстануымыз керек. Және де ең бастысы біздің жұмысымыз біздің құлшылығымызға кері әсерін бермеу керек. Ол біздің Құран оқуымызға, ол біздің намазымызды уақытында оқуымызға, ол біздің өмір сүру стилімізге кері әсерін бермеу керек. Егер менің жасап жатқан жұмысым менің негізгі міндеттеріме кері әсерін беріп жатса, онда ол жұмыстан мен бас тарта алуым керек. Немесе шарттарды өзгертуім керек. Ол қандай? Мысалы, сіз тұрмыстағы кісілерге тоқталатын болсақ, сіз жұмыс істеп жүріп, сіз жолдасыңызға қарауға шамаңыз келмесе, мысалы ақысын беруге шамаңыз келмесе, балалардың тамағын дайындауға шамаңыз келмесе, бұл жерде қазір қарсы біреулер шығуы мүмкін, бірақ біз түсінуіміз керек та, әйел адамды Алла тағала сол үшін жаратты. Сол нәрсеге икемдетіп жаратты. Бүгін белгілі бір себептермен әйел адамдар да жұмыс істеуге зәру болып жатқан шығар, алайда көп адам, бізде зәруліктен емес, біз көп адам үйде отырып қалудан, бүгінгі күні қорқудан шығамыз жұмысқа. Сондықтан да бізде жаңағыдай күмәндар туады, мынау шынымен менің жұмысым ба, менің жұмысым емес па? Өйткені біз басында кірген кезде әйтеуір трендтен қалмайық деп кірген едік бұл жұмысқа. Әйтеуір бір жұмысты істей берейін, қалтамда өз ақшам бола берсін деген сияқты. Сондықтан да және бүгін ғана таңертең жолдасымен осы тақырып сөйлесіп келе жатқан кезде жолдасым айтып жатыр да, жұмыстың өзінде егер сенің принциптарың болмаса белгілі, сен онда әркімге жем боласың дейді. Бұл өйткені көп біздің саламызда кездеседі. Діни сала болғаннан кейін біреу Алла разылығы үшін деп келеді, басында соңында ниет бұзылады, немесе ол басшының да ниеті бұзылуы мүмкін. Өйткені ақша жүрген жерде ақша есеп жақсы көреді. Мысалы, жұмыста да солай. Сіз қандай салада жұмыс жасаған кезде де есеппен жұмыс жасау және келісімшарт дейді ғой, келісімшартпен жұмыс жасау абзал. Қай жерге дейін сен иіле аласың, оны сен өзіңнің шамаңа қарай көресің. Яғни толық тегін ойбаймен бәріне дайынмын деп отбасыңды да құрбан ету, ол нәрсе біздің міндетімізге кірмейді, талап етілмейді. Себебі біздің жұмыс істеудегі мақсатымыз
ол біздің нәпақамызды табудағы мақсатымыз, ол не болу керек? Біздің өмір сүруіміз үшін болу керек. Ал біз кейде өмір сүру үшін емес, біз жұмыс істеу үшін өмір сүріп кетеміз да. Бұл өте ауыр нәрсе. Өйткені кейбір адамдардың өмірін қарасаң, тек жұмыс бар. Не жеке өмір жоқ, не жеке даму жоқ, не жеке достары жоқ деген сияқты. Әсіресе. Сондықтан да осылай жүріп, егер біз шариғаттың принциптерін білетін болсақ, сол шариғаттың принциптеріне сай жұмыс жасайтын болсақ, онда біз парасатты салихалығымызды өзіміз сақтай аламыз. Ең бастысы айтып сақтау керек. Және міндетсінбеуіміз керек қой. Біз көбіне не істейміз? Әйел адам жұмысқа шығамызда жолдастарымызға сен тапқан ақшаны мен де тауып жатырмын, онда сен де үй жина деген сияқты біз кейде артық кетіп қаламыз. Біз осы нәрсені де түсінуіміз керек. Біздің негізгі міндетіміз ол жолдасымыздың қасында бала шағаны тәрбиелеу, үй тірлігі. Яғни бұл жерде де айтып тұрмын, жұмыс істеуге болмайды деген нәрсе шықпайды. Себебі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам жұбайлары керісінше не істейтін? Тігіспен айналысты, тігінмен айналысты, сабақ берумен айналысты. Одан түскен қаражатын олар садақаға жұмсайтын. Олар алып киюмен жағарысу үшін, бренд кию үшін емес, олар Алла жолында жұмсау үшін ол қаражатты табатын. Өйткені олар білетін күйеулерінің мойнында негізгі міндет екен. Себебі шариғаттың несі керемет қой негізі, әйел адам қанша қаражат тапса да ол өзінікі. Ер адамның тапқан қаражаты ол отбасына да міндетті, яғни асырау міндетті. Алайда әйел адам тауып жатса, егер әйел адам тіпті өзінің бала шағасына киім алып, біздің әйелдер жолдасына мысалы бір нәрсе сыйлап жатса, немесе үйге бір нәрсе алып жатса, ол оның садақасы болып саналады. Керемет. Өте керемет. Осы орайда мысалы жақсы өмір құруға, баспанамен мысалы дүниеге талпынудағы шариғаттағы орны қандай? Мысалы қазір айтып жатырмыз ғой. Ер адамның мысалы жұмысы келмей қалады. Оған әйел де көмектесін деген сияқты болады. Немесе үйде отырып әйелдің ер адамның ризық жолында табанды болуға, немесе оны жігерлендіруі, мотивация беруі қаншалықты дұрыс? Ең алдымен мына нәрсені біз түсінуіміз керек. Шариғатымыз біздің комфортпен өмір сүруге қарсы емес. Егер сен өмір сүре алсаң, оған лайықты түрде қаражат тауып жатсаң, ол сенің Алламен байланысыңа, құлшылығыңа, адамдармен қарым-қатынасыңызға кері әсерін бермей, яғни адал жолмен болса, проблема жоқ. Өйткені пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның көп қателесетін жері пайғамбарды кедей болған деп ойлайды да. Негізі олай емес. Керісінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өте бай болған. Және де оның бірнеше бизнес көздері болған сира кітаптарында келеді. Тек ол қолына келген қаражатты ұстап қалмайтын біз құсап. Келесі айға, одан кейінгі айға деп ол не істейтін? Бірден Алла жолында жұмсап жібереді. Сол үшін одан кейде болмай қалатындығы содан еді. Яғни ол келген кезде жұмсап жібереді. Және екінші бай сахабалар да болған. Абдурахман ибн Ауф, Осман ибн Аффан секілді сахабалардың өмірін оқысақ, олар керуен заттарды Алла жолында жұмсаған оқиғалар келеді. Бұл деген сөз, егер пайғамбар бай болуды, комфорт өмір сүруді тыйған болса, онда оларға да рұқсат етпесе еді, ол жәннатпен сүйіншілеген сахабалар. Үшіншіден бұл жерде мына нәрсені білуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әдемі хадисі бар. Дүниенің мұсылманның қолында болғаны қандай жақсы дегенді. Яғни егер ең жақсы, бізде мысалы қараңыз, Құран кәрімдегі дұға бар ғой, көпшілігіміз білетін оқитын дұға, Роббана атина фид дуния хасанах дейміз. Аллахым бізге дүниедегі жақсы нәрсені, ең жақсысын берші дейміз. Ал ең жақсы үй, ең жақсы, ең сұлу әйел, ең жаңағыдай жақсы көлік, ең жақсы бала, мысалы осының бәрі кіреді. Біз дүниеде сұрап тұрмыз, және бұл дұғаны Алла Тағала бізге өзі үйретіп тұрды. Құранда сақтап қойған. Және де біз тек дүниені сұрамаймыз. Ары қарай дұғаның жалғасында «Вафил ахирати хасанах». Яғни ақыреттегі де ең жақсы нәрсені бізге берші дейміз. Көрдіңіз бе? Мұсылман адам екі дүниені де қалау керек, және ең жақсысын қалау керек. Біз жәннатқа сол комфортқа ұмтыламыз негізі. Және енді осы жерде пайғамбарымыздың да, мысалы, сирасында қараса өте қызық әңгімелер бар. Соның ішінде пайғамбарымыздың астына мінген түйесі ең жүйрік түйелерден болған ғой. Бұл деген сөз, бүгінгі күні сен ең жақсы көлікке мінуіңе болады. Егер ол жерде не болса, сен ол көлікке мінуің сені сырапқа апармайтын болса, сені харамға апармайтын болса, сен оны кредитпен алып мінбесең деген сияқты. Жақында бір рилс көріп қалдым, қатты ұнады маған. Жаңа әйел, бізде жаңа айтып жатсыз, әйелдер мотивация бере ала ма деп. Сонда әйелдер мотивация бере алады, бірақ қараңыздар, харам жолмен итермеу керек та. Харам жолмен де тапсаң тап, маған керек демеу керек. Керісінше әйел адам мотивация бере алады. Бір, ол
күйеу үшін де дұға ете алады. Мысалы мен өзім байқаймын, таңертең мен Құран оқып жүрген кезде не нәрсені байқаймын, мен Құран оқып үйде тұрақты бастаймын құлшылығымды реттеп, мысалы сол кезде жолдасым ризық артып бастайды. Өзі айтады соны, осындай кезде осындай ақша артылып қалды, осындай ақша түсті деген сияқты. Бұл бір. Яғни әйел адам осылай жасаса болады. Екіншіден, әйел адам күйеуіне былай айтқанда өзінің міндеттерін орындау арқылы жәрдем бере алады. Біз көбіне күйеулерімізге таппайсың, жұрттың байы сияқты емес деген сияқты сөздермен не істеп жатады, түсіріп жатады да күйеуінің несін. Керісінше аз алып келсе де, егер біз сол нәрсеге мәз болып күйеуімізге шүкірлік білдірсек, Алла Тағала Құранда шүкірлік етсең арттырамын деді. Осы нәрсемен біз айналысуымыз керек. Үшіншіден, сахаба аналарымыздың өмірінде мынадай бір оқиға келеді. Сахабаларды, жолдастарын үйінен шығарып салып жатқан кезде отағасы, бізге ризық алып келуге кетіп бара жатсыз. Біз аштыққа шыдайтын шығармыз, бірақ біз харам асқа шыдамаймыз. Сондықтан бізге харам ас әкелмеңіз, харам ризық әкелмеңіз деп сіз жолдасыңызды шығарып салған кезде ол қандай мотивациямен кетеді негізі. Ол барып, мен әйеліме жаңағыда әйелім осылай маған айтты ғой деп, ол ер адамға қатты әсер етеді. Шығарып салғандағы көңіл күймен күтіп алғандағы көңіл күй ер адамға қатты әсер етеді. Сондықтан да кейбір ерлер бар дейді, мысалы үйлеріне барғысы келмейді мысалы. Ол неге? Өйткені үйінде проблема бар. Енді бұл жерде жауапкершілік тұрғысында әртүрлі қазір не айтылуы мүмкін, бірақ айтқым келгені, бұл жерде біз егер ерімізге жұмысқа шықпай көмектескіміз келеді десек, осылай да көмектесе аламыз. Сондай-ақ мысалы бала босану, өйткені баланың келуі де бұл ризықты арттыратын ризық есіктерінің бір жолы. Сондай-ақ әйел адамның шағымданбай күйеуіне шүкір ету арқылы да біз көмектесе алады екенбіз. Мысалы оны Ибрахим пайғамбардың қиссасында келтіреді. Ибрахим пайғамбардың алейхиссалам баласы үйленеді. Сөйтіп Ибрахим пайғамбар бір күні келеді ғой үйіне, енді алыс жолдан жаңа әйеліне келіп сұрайды, үйлерінде не бар десе, біздің үйде түгі жоқ, жейтін асымыз жоқ, анауымыз жоқ, мынауымыз жоқ деп шағымданады. Сол кезде Ибрахим пайғамбар айтады, оған табалдырығын ауыстырсын дейді. Келгеннен кейін айтқан кезде баласы жаңа күйеуі айтады, мен сенімен ажырасамын деп ажырасады. Сөйтіп екінші рет үйленеді. Екінші рет тура әкесі солай келеді да, жаңа әйеліне келіп не бар үйіңде деп әдейі сұрайды. Сонда айтады, біздің үйімізде жаңағыдай анау бар, мынау бар, бізде шүкір бәрі жақсы дегенде Ибрахим пайғамбар күйеуіңе жолдасың айт, ол табалдырығына берік болсын дейді. Яғни ол әйелмен ұзақ тұру керек екендігін айтады. Бұл жерде яғни біз әйелдер шүкір ету арқылы үйімізде жоқтан бар жасау деген бар ғой. Бүгінгі күні өкінішке орай осы нәрсе бізде қалып бара жатқан сияқты. Яғни жоқтан бар жасауды біз білген кезде біздің жолдасымыз да оған қуанады және одан сайын көп табуға мотивациясы болады. Ал енді жаңағыдай жұмыс істеп күйеуге көмектесу керек па деген кезде, жақында ғана мен тағы да бір жолдаспен әңгімені айтайын. Кейде болады, мысалы мен жолдасымда бір нәрсені әперіңізші деген кезде ақшам жоқ дейді. Немесе үйдің бір қажеттілігіне, тойға барамыз деген сияқты, сол кезде ақшам жоқ дегенде мен бірден былай ойлайды екенмін. Мен ол кісінің ақшасы жоқ, мен ол кісіге өзімде бар ақшаны беруім керек пе? Әлде тапсаңызшы одан да көптеп қазір айтуым керек пе деген сияқты мен бірден шешімін ойлайды екенмін. Сосын жақында осы тақырыпты жолдасымен сөйлестім да, сіз маған ақша жоқ деген кезде менде сондай ой келеді. Мен қайсысын сізге істегенім дұрыс деп едім. Мен ақшам жоқ деген кезде мен саған хабарлап жатырмын деді да маған. Сонда сіз менен көмек сұрап тұрған жоқсыз ба деймін өзім. Жоқ, мен сенен көмек сұраған жоқпын. Маған көмек керек кезде, мысалы қарыз ақша керек кезде мен ашық айтамын. Айнұр, маған қарыз ақша бере тұршы, мен саған анша уақытта қайтарам деп. Ал менде жаңа просто ол айтады, яғни ол жай ғана айтты да маған, ақшам жоқ болып тұр қазір. А мен бірден шешуді ойлап тұрмын ғой. Мен қалтамдағы ақшаны бере салып, жаңа ой бұл байқұс деуім керек пе? Әлде керісінше тапсаңызшы, жаңа пәленшенің күйеулері тауып жатыр ғой деуім керек пе деген сияқты. Өзім екі ортада тұрып қалдым да. Содан кейін осыны сөйлескеннен кейін маған жеңілдеді. Кейде біз әйелдер, күйеулеріміз бізге не істемеуі мүмкін, айтпауы мүмкін көмек керек деп. Бірақ біз жаңа күйеуіміздің шаршап келген келеміз. Ол сол үшін де шаршайды ғой. Ол сол арқылы сауап алады да ер адамдар негізі. Бірақ біз қосылып алып, аяп, байқұс күйеуім менің таңнан кешке дейін шаршап жүр деп жұмысқа шығып кетуге асығамыз да. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз мына жерде нені түсінуіміз керек? Жолдасымызбен ашық сөйлесуіміз керек. Керек па саған көмек? Мүмкін оның сіздің үйде отырғаныңыз ол үшін маңызды шығар. Үйге келген кезде балаларының жуынған күйі маңызды шығар.
әйелінің жұмыста жүріп балаларын мына жақта ағып жатқаннан гөрі. Немесе бұл әйелге екі есе жүк болады. Өйткені ол жұмысқа шығумен қатар да баяғы үйдегі тірлігін де жасау керек болады. Одан тағы шаршайды әйел адам. Сондықтан да бұл жерде гармония табу, баланс табу, өзара сөйлесіп келісу өте маңызды. Көбіне өзім шеше салам деген ой. Әйелдерді біздің осы құртады негізі. Құртады болғанда қалай? Біз осы жерде өзім шешем деп ойлаймыз да, біздің шешу жолы жұмысқа шығу деп ойлаймыз. Сөйтеміз да жұмысқа шығамыз да, ең қызығы біз үйдегі міндеттерді жайлап өзімізге алып бастаймыз. Жаңа продуктын, азық-түлікті алып келе салайын, баланы оқуын төлей салайын, комуслуганы төлей салайын деп жайлап ер адамның міндетін біз өзім арқамызға жүк қылып аламыз. Сосын соңында отырамыз. Жаңа курсқа қатысқан кейде қыз-келіншектермен сөйлескен кезде жаңа айтады ғой, мен жүктің бәрін албаған, мен бәрін үйде істеймін, күйеуім дым істемейді. Біз кейде дәл осылай түйсігімізде жаңа бейсаналы түрде біз күйеулеріміздің өзін диванға жатқызып тастаймыз да. Яғни ол шаршаса да ол істеп жүреді. Кейбір ер адамдар әрине шағымданатын шығар, бірақ осы кезде біз мотивация бере аламыз. Сіз болмасаңыз біз қайтер едік. Сіз болмағанда біз не істер едік деген сияқты біз мотивация осы жерде бере аламыз да. Біз ұрыс шығарып кетуімізге болады. Мен де кешке дейін бала қарап отырмын деген сияқты, бірақ бізден ол нәрсе талап етілмейді. Сондықтан да бұл жерде біз не істеуіміз керек? Даналық, ақылдылыққа емес, тіпті даналыққа салуымыз керек кейде. Және осы жерде әкеңізге де айтсаңыз болады. Ал әке қашан әкеп бере аласыз? Қашан алып бере аласыз? Ол оған мотивация болуы мүмкін да, керісінше мен қызыма телефон алуым керек деген сияқты өзім шешіп тастағаннан гөрі. Өйткені ата-ана ол сондай ғой, біз оларға мұқтаж болғанымызды жақсы көреді, әсіресе қартайған сайын. Мен енді өзім жазда әкемнен айырылдым. Содан кейін қатты түсініп жүрмін осы нәрсені. Жаңағыдай әке маған алып беріңізші дегенде олар күтеді екен де, керісінше. Қазір мысалы ойлаймын ғой, айтатын әкем жоқ, мен тірі болса айтар едім деген сияқты. Сондықтан ол кісілерге ол мотивация болуы мүмкін. Арасында өзіміз тапқанда әрине сыйлық ретінде берсек болады. Көбіне біз ер адамды аяған кезде мәселе басталады ғой. Ойбу байқұс деген кезде басталады. Енелеріміздің де, көп енелерінде кейде қателікті осы жерден жіберіп жатады. Байқұс менің балам деген сияқты. Ал ол ересек адам ғой, ол тұлға, ол ересек адам, оның жауапкершілігі бар, міндеттері бар. Ол осын атқарып жүр негізі. Бірақ біз өзімізбен өзіміз аяп аламыз. Әйелдік позицияда сосын барып не істейміз? Оны сен төменсің, мен саған көмектесейін деген, мен істеймін деген нәрсемен негіз ол жерде де біздің өзіміздің енді психологиялық қажеттіліктеріміз бар, соны өтейміз ғой қысқасы. Сөйтіп бір күні шаршаған кезде не істейміз? Мен бәрін бүйтіп жүрмін, мен бәрін сен үшін істедім. Немесе кейде әйелдер осылай біз жұмысқа неге кіріп кетеміз де, жолдастарымыздың ақысын бермей қалған кезде ол сырттан әйел іздеуі мүмкін. Олай да болмау мүмкін. Енді жан-жақты түрлі мәселелер болады. Сондықтан да бұл жерде бір ғана немен қарамайық. Мен мысал ретінде айтып жатырмын бұл нәрсені. Өйткені қазір бірден андайше, мұндайше деп хейттер жазып неше түрлі хаттар келеді. Сол осы тұста әйел адам үйдің берекесіне қалай әсер етеді? Мысалы біз айтып жатырмыз ғой, жұмысқа барып келеді деген сияқты. Үйде отырғанда үйдің берекесіне қалай әсер етеді? Үйде отырған кезде қалай әсер етеді деген кезде енді бәрімізге белгілі ғой. Мысалы қараңызшы. Менің енем қайтыс болды да қазір болғанда 2 жыл бұрын. Жолдасынан да байқаймын, ауылға барған кезде бұрынғыдай оны күтіп алатын мамасы жоқ. Немесе әкелерін қайнатам. Бұрын енем бір жаққа кетсе далада жүретін ғой, үйде біз шайын дайындап, тамағын дайындасақ та, шешелерің қашан келеді, хабарласты ма деп жаңа өзі звондамайды, бірақ далада күтіп жүреді да оны. Сол кезде біз түсінетіміз, қанша енді өзара ренжісе де, өзара түсінісе алмай жатса да, бәрібір әйелдің үйде болуы маңызды екен ғой ер адам үшін деп. Және одан көбіне біз айырылғанда түсініп жатамыз. Яғни бізде қазақта қатты қарайды екен, бірінші ер адам емес, әйел адам емес, ер адам кетсе деген сияқты үлкен кісілер әсіресе, өйткені ер адам келіндердің қолына қарап қалу бұл өте қиын екен да, әйел адам көбіне өмірін сүріп кете береді деп айтады. Енді ауылдан естіп жүрген әңгімелер. Жалпы қалай десек, бұл жерде мынандай ғой, Алла тағала бізге жер бетінде белгілі бір заңдылықтар орнатты. Әйелге өзінің міндетін берді, ер адамға өзінің міндетін берді, басқа да жауапкершіліктерді Алла тағала бізге қойып берді. Мысалы, табиғатқа қарасақ, күндізде бізге күндізді тіршілігіміз үшін жаратты, түнді демалыс үшін деді. Енді осы заңдылықтарға біз кері амал етіп бастаған кезде біздің өмірімізде хаос басталады. Дәл осы секілді ерге белгілі бір міндеттер мен жауапкершіліктерді берді, ақысын берді. Әйел адамға да белгілі бір жауапкершілік пен міндеттерді берді. Қашан әйел адам өзінің міндетін қойып, ер адамның міндетіне
жармасып бастаған кезде жаңағыдай үйімді асырайын, үйтем, бүйтем, карьера қуам деген сияқты бізде отбасында береке кете бастайды. Ал енді үйде отырған әйел болсын, ол жұмыс істеген әйел болсын, өзінің міндетін, басты рөлін сомдаған кезде Алла Тағала ол жерге береке беріп қояды. Неге? Себебі ол Алланың орнатқан заңына сай өмір сүріп жатыр. Біз оны ақылымыз түсіне алмайды. Біздің ақылымыз кейде қалтаңда 500 теңге бар, садақа бер десе, біз 500 теңгемізді беріп тастаса, ол бізде жоғалып кетеді ғой негізі. Алайда садақа берген кезде оның көбейетіндігін Алла Тағала айтып тұрды. Сол секілді бұл береке деген нәрсе көрінбейтін нәрсе. Әйел адамның үйде болуы, мысалы элементарно тамақпен айтайықшы. Мысалы кейде мен жұмыстан шаршап барам, мен тамақ істеуге шамам келмейді. Мен ол кезде сатып алу мүмкін. Ал енді мен үйде болсам ше қалай болар еді? Жолдасым келген кезде ол шаршап келеді жаңағыдай. Ол кезде мен тамағын дайындап отырсам, береке ма? Қуаныш па? Береке. Өзімізде бала кезімізде, мысалы балабақшадан келген баланың өзі үйде анасы болмай қалса, мама жоқ па не, мама жоқ па не деп кетеміз ғой, а мамаларымыз бар кезде бешбармақ, қуырдақ, жаңағыдай неше түрлі тамақтар жейміз. Оның бәрі көңіл күйге әсер ете ма? Оның бәрі эмоция ғой. Ал бүгінгі күні бізге эмоция өте маңызды, Сондықтан да Алла Тағала белгілеген рөлді біз приоритеттен ауыстырып алмай, сол рөлге сай өмір сүрген кезде біз не істейді екенбіз? Үйдің берекесіне аламыз. Алайда өйткені жаңа айттық қой, әйел адам жұмыс істеп бастағанда міндетсіну мүмкін, ұрыс шығару мүмкін, тағысын тағы, сондай нәрселер берекесіздікті алып тастайды. Енді бұл жерде жұмыс істемей үйде отырсын деген нәрсе жоқ, тағы да айтамын. Жұмыс істеуіне болады, алайда ол жұмыс оның негізгі міндетіне, негізгі рөлі, әйел, жұбай деген рөліне әсер етпеу керек қой. Шынымен де, мысалы аналарымыз үйде әшейін базарға барып шығып келем деген өзінде үйіміз бостау етіп қалады кәдімгідей. Босап қалады кәдімгідей үйіміз. 2 сағаттың ішінде сағынып үлгересің. Қашан қайтады екен, қашан қайтады екен. Мысалы менің әкем, мамам сыртқа шығып қайтса, анам қайттан келмейінше обед ішпейді. Әне шай ішпей қояды. Анам қашан келеді, мамам қашан келеді, сол кезде бірге ішеміз деді. Мама қашан келеді, сол кезде де жарық болып бастайды да, үйде андай, хотя свет сол свет, баяғыдай. Өйткені айтады ғой, жәннатта барлық нәрсе болды дейді адам пайғамбарда, бірақ бір нәрсе оның жүрегін мазалады. Сол кезде Алла Тағала Хауа анамызды жаратып берген кезде ол нағыз жаңа тыныштықты тапты деп, сәкина деп айтады Құран кәрімде. Яғни әйел адам ол үйдің тыныштығы. Ол ер адам келіп тыныштық табатын, сондай бір тыныштық орнататын не деп айтады да, былай айтқанда әйел адамда. Сондықтан да бұл жерде біз осы нәрсеге сай өмір сүрген кезде Хауа анамыз адам пайғамбардың жүрегіне қуаныш сыйлағандай, бізде сондай адамға айналамыз ғой. Машалла. Осы орайда мысалы еркектің көркем мінезділігі мен әйел адамның көркем мінезділігінің ерекшелігі қандай? Мысалы ері жұмысқа кетіп, кешке дейін жұмыста болатын болса, үйде бір өзің қалып кетесің ғой деген сияқты. Сол кезде қалай көркем мінезділік сақтап болу керек? Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады ғой, әйел адам 4 нәрсені жасаса, ол жәннаттың қалаған есігінен кіре алады дейді. Оның бірі намазын оқуы, Рамазан айында оразасын ұстауы, ар ұятын сақтауы және еріне бойсынуы деп. Және де осы жерде нені айтады, жаңа ар ұятын сақтауы деген кезде бұл ер адам үйде болмаған кезде де сол нәрсесін сақтауы дейді. Өйткені жаңағыдай әйел адам мысалы көркем мінезділікті қалай таныта алады? Ер адам жаңа жұмыста болсын, жұмыста болмасын, жалпы ер мен әйелдің көркем мінездігіне келген кезде бізде көркем мінез деген тақырып бар дінімізде. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен сол көркем мінезді толықтыру үшін келдім деген. Енді бізде қай кезде көбіне проблема болады? Бізде көбіне тілден болады. Әйел адам үшін мысалы ер адам көп сөйлей бермейді негізі. Ер адам бір қол көтеру мүмкін, немесе бір ашуланып жаңағыдай боқтау мүмкін деген сияқты ғой. Ал әйел адамдар біз күніне қаншама сөз айтып тастауымыз мүмкін. Яғни әйел адамдардың мінезінде мен айтар едім, біріншіден тілге ие болу керек деп. Әсіресе егер тұрмыс құрған жаңасыз қыздар болатын болса, үйде болып жатқан нәрсенің барлығын жолдасымен арасындағы төркінге жеткізе берудің қажеті жоқ. Неге? Өйткені ерлі зайыптылардың арасындағы жаңа реніш болсын, түсініспеушіліктер ол тез арада шешілуі мүмкін да. Ал сіз сол уақытта эмоциямен төркініңізге айтып тастаған кезде, олардың ішінде менің қызымды ренжітті деген сезім мәңгілікке қалып кетуі мүмкін. Сондықтан да тіл деген көркем мінезді біз өте көп сақтауымыз керек деп ойлаймын. Әсіресе бүгінгі күні комментарийде, өйткені бүгін тілмен емес, жазумен жеткізіп жатырмыз сол нәрсеміз. Ер адамға да бұл өте маңызды әрине. Алайда енді ер адамдардың табиғатында көп сөйлей бермейтіндігін назарға алатын болсақ, онда ең бірінші әйел адам көркем мінезінде тіліне сақтау керек.
Екіншіден, ер адамға да, әйел адамға да тән нәрсе, бүгінгі күн әсіресе ең көп мұсылмандардың ұстануы керек нәрсе бұл көз. Алла тағала Құран кәрімде ер адамға да қатысты, әйел адамға да қатысты, олар көздерін түсірсін дейді. Бүгінгі күні біз әлеуметтік желіге кірсек, неше түрлі видеоларды көреміз, неше түрлі фотоларды, неше түрлі сұлуларды көреміз. Мейлі ол ер болсын, әйел болсын. Бізде не істейді? Көз бұл жүрекке кіретін тесіктердің бірі ғой. Сіз көрдіңіз бір әйелді, мысалы, әйелі белгілі бір себептермен салмақ қосқан шығар мүмкін. Өз-өзіне қарауды қойып кеткен шығар. Әлеуметтік желіде ол әдемі біреуді көрді. Не істейді, ода бірден ой кетеді. Сондықтан да Алла тағала Құран кәрімде бізде зинаға жақындамаңдар дейді. Зинаға жақындамаңдар дейді. Және де көздеріңді түсіріңдер дейді. Бүгінгі күні көп күні бізде әйелде де, ер адамда да тілмен және көзбен жасалып жатыр. Неге? Өйткені әйел адамда да бар да ол. Енді күйеу оған внимание бөлмейді. Мына жақта бір видеода бір күйеу, бір ер адам внимание бөліп жатыр. Ой кете ма? Кетеді. Өйткені көз, көрдіңіз ба, ой қалып келеді. Ой соңында не істейді? Жүрекке кіріп, жаңа уәсуәс артқан кезде ол іске алып келеді. Ол Алла өзі сақтасын, ойша жасалатын зиналар бар да, мысалы. Сондықтан да біз не істеуіміз керек? Көркем мінез деген кезде, егер біз тілімізге ие бола алатын болсақ, көзімізді тыя алатын болсақ, және де әрине құлақ. Яғни кейде біз өзіміз айтпаймыз деп тырысып жүргенде басқа бізге ғайбат айтып, өсек айтып келетіндер табылуы мүмкін. Осындай кезде біз оны тоқтата алуымыз. Және де көркем мінез дегеніміз не деген кезде осы нәрсені үйрену. Өйткені біздің көпшілігіміз бүгін қоғамда айтылып жүрген нәрселер көркем мінез емес. Біреуді орнына қою, бір нәрсе шірбәле деген сияқты тақырыптар бар ғой. Осы жерде шариғат не дейді? Пайғамбарымыз қалай жасайтын еді деген мінезге салуымыз керек. Ол үшін біз оны тануымыз керек. Пайғамбарым қандай еді? Жәннатпен сүйіншіленген аналарымыз қандай еді? Осыны біз үйренген кезде біз көркем мінезділікті бойымызда қалыптастыра бастаймыз да. Ал егер біз көркем мінезділіктің не екенін білмесек, қайсысы екенін білмесек, қалай жасау керек екенін үйренбесек, онда біз көркем мінездіміз деп айту өзімізді қиындау кішкене. Және көркем мінезділік бұл әрине ер адамға да, әйел адамға да міндет. Себебі ер адам ретінде пайғамбарымыз бізге үлгі. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әйел адамға ешқашан қол көтермеген, қанша әйелі болса да. Қанша оларда неше түрлі тілмен айтып қалған кездері болса да. Сондықтан да бұл жерде ер адамға сабыр керек. Ер адамға жауапкершілік керек бүгінгі күні көркем мінезділіктен. Өйткені өзінің міндетін атқаратын ер адамдар өкінішке орай азайып жатыр. Жоқ емес, бар, Аллаға шүкір, бірақ азайып жатыр. Ал әйел адамдарға да сабыр керек мысалы. Неге? Өйткені ол жаңа жолдасының мінезіне сабыр ету керек болады. Кейде қайын жұртта болған нәрселерге сабыр ету керек болады. Кейде бала босанған кездегі мысалы проблемаларға сабыр етуге болады деген сияқты. Бұндай мәселелерде сабырлық, жомарттық, ол мінездердің барлығы Құранда айтылған, сүннетте айтылған, ол ер адамға да, әйел адамға да бірдей керек болады. Көркем мінезділік сақтау үшін, көркем мінез болу үшін ілімді болу керек. Сіз білу керексіз ғой, ненің ол көркем мінез деген не екендігін, оған қалай жету жолдарын, оған апаратын жолдар, одан және де оның зардаптарын білу өте маңызды. Мысалы, ғайбаттың зардабын білмейінше біз ғайбатты тоқтатпауымыз мүмкін. Немесе біз сабырсыздықтың зардабын білмейінше, немесе ашудың зардабын білмейінше біз оны тоқтатпауымыз мүмкін. Сол үшін әрине бұл жерде бірінші білу керекті. Өйткені біреу үшін ашу ол эмоция шығару. А біреу үшін ол басқа нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан шариғатымыз не дейді деген нәрсені білу өте маңызды. Осы орайда көркем мінезділікті Құран арқылы қалай байланыстырсақ болады? Мысалы, Құран оқимыз ғой. Құран оқыған кезде айтса болады. Мінезімізге әсер етеді. Кәдімгідей қатты әсер етеді. Оқып қана деген сияқты. Мысалы, сол нәрсені қалай жеткізе болады? Құран көп оқу керек жайлы деген сияқты. Мысалы, мен айтқанымен өзім түсіндіре алмаймын ол нәрсені. Бірақ ол қатты әсер етеді. Құран оқысаң, сен кәдімгідей ашуың болатын болса, ашуың басылады. Яғни сен ренжіп жатсың ба, ренішің де басылады деген сияқты. Енді бұл жерде Алла тағала Құран кәрімде Құранды шипа дейді ғой. Құранды жүректегі нәрселер үшін шипа дейді, кеудедегі нәрселер үшін. Сонда бұл не нәрсеге шипа? Бұл біздің жаман мінездерімізге де шипа. Бұл біздің кемшіліктерімізге шипа. Бұл біздің тәндік ауруларымызға шипа деген білдіреді. Яғни сіздің бір жүрегіңіз, бір жүрек дертіңіз бар ма? Сол нәрсені шипасы деген білдіреді. Сіз айтып жатқан нәрсе осы. Екіншіден, біз мына нәрсені білуіміз керек. Құран ол біздің иманымызға әсер етеді ғой. Яғни иманның сапасының жақсаруына. Алла тағала айтады Құран кәрімде, оларға Құран аяттары оқылса, олардың жүректері тітіркейді, денелері тітіркенеді, олардың содан имандары артады дейді. Ал иман мен амал
бұл байланысты. Құран кәрімде инналлазина аману немесе иллаллазина аману ва амилус салихат, иман келтіргендер мен ізгі амал жасағандар деп бізге не істейді, көп келеді. Сонда осы жерде иман мен амалдың маңыздылығын айтады. Яғни сіз Құран оқыдыңыз, амал еттіңіз ғой, яғни Құранды оқыдыңыз, бұл сіздің ізгі амалыңыз жасаған. Ол сіздің иманыңызға әсер етеді. Ал иманыңыз сіздің артқан кезде сізде жаңа көркем мінезге деген құштарлық пайда болады, жаман арсыз мінезден деген қашу пайда болады. Егер сіз әрине мақсат сол болса. Немесе керісінше сіз иманыңыз белгілі бір себеппен салып күшейген кезде сіз намазыңыз да күшейе бастайды. Сіз тіліңізге ие бола бастайсыз, көзіңізді тыя бастайсыз деген секілді. Маған қатты ұнайды осы хадис. Мен де арманым сол негізі. Айша анамыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қайтыс болғаннан кейін Айша анамыздан сұрап келеді ғой, пайғамбарымыздың мінезі қандай еді деп. Сонда Айша анамыз айтады, сендер Құран оқымап едіңдер дейді. Ол жерде жүрген Құран еді дейді. Яғни Құранда айтылған барлық жақсы мінездер пайғамбарымыздың бойында болған ғой. Практика түрі да, жұмыс дәптері былай айтқанда. Олай болса, бізде осы Құранды көбірек оқитын болсақ, ол біздің мінезімізге әсер етеді. Ол Құранды көп оқыған әйел, негізі егер дұрыс оқып жүрген болса, дұрыс ниетпен, ол еріне қарсы шықпайды. Өйткені ол Құран аятын біледі. Құранды оқып жүрген адам, ол жаман сөз айтуға бармайды. Неге? Өйткені ол білетті, жаңа сезінеді, жаңа ғана мен аузым Құран оқыды ғой, бұл ауызбен мен қалай темекі шегейін, бұл ауызбен мен қалай боқтайын деп, егер саналы мұсылман болатын болса. Егер ол Құран оқып жүрген адам болсатын болса, туыстық қарым-қатынасын реттейді. Неге? Өйткені ол айтады ғой, Құранда айтып тұр Алла тағала. Егер ол Құран оқып жүрген адам болса, ол намазы да түзеледі. Өйткені ақимис солах деген аятты күнде оқиды ол. Деген секілді Құранды бізге тек қана оқу ғана емес, оқу ол өзімен өз шипа болады. Сол секілді Құранды түсіну, оған амал ету, міне бізді нағыз өзгертетін амалдардың бірі екен. Өйткені және Құран дәрежелерді өсіруші. Біз осы ең алғаш онлайн Құран үйретіп жүрген кезде бір семья, бір әйел кісі жазды, біз әйелдерге сағып береміз. Білесіздер ме деп бір күні. Мен қатты қуаныштымын осы курсқа қатысқаныма деп. Неге деген кезде менің жолдасыммен айтылатын ортақ тақырыптарым табылды дейді. Өйткені оған дейін үйленген, екеуінің үйленгеніне шамамен 2 жыл болып еді, сол кезде солай жазған. Бірақ біздің ортақ тақырыбымыз жоқ дейді, сөйлесетін. Күйеуі сонда бір діни маман. Енді дейді, мен Құранды оқып бастадым ғой дейді. Жаңа күнде әріп жазып отырамын, үй тапсырмасын орындап отырсам, ол мен қасыма келеді дейді. Сосын ол былай оқылады, былай жазады деп, жаңағы біз сабақта айтылған нәрселерді талқылай бастадық. Осылай біздің қарым-қатынасымыз жақсарып кетті дейді. Ол деген не? Яғни әйел өзгеріп жатыр ғой. Алла тағала оның дәрежесін көтеріп қойып жатыр да, күйеуінің де көзінде. Егер шынайы ниет болатын болса, Құранмен емделу, Құранмен өмір сүру деген ниет болатын болса, онда Құран бізді шын мәнінде осылай не істейді екен, өзгертеді екен. Машалла. Бүгін өте көп сұрақтарым, ойымда жүрген сұрақтарым біразіне ответ алдым, жауап алдым. Алла разы болсын, сізге келгеніңізге көп рахмет. Әмин, Құршам. Иншалла, сіздің де іліміңізді арттыра берсін Аллах тағала. Әмин, иншалла. Алла разы болсын, рахмет сізге келгеніңізге. Алла разы болсын сіздерге де. Иншалла бүгінгі берген ақпараттарымыз тек қана оқырмандарға емес, өзімізге де пайдалы болды деген сенімдеміз. Алла тағала баршамызға жақсы күндерде жолығуды нәсіп етсін. Әмин.